Сәлем достар, қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Біздің алдыңғы видеоларымызды көріп тамашалап жатсыздар ма? Көрмесеңіздер көріңіздер, қолдау көрсетіп, жазылып кетіңіздер, қоңырауша басып. Ал достар, қазір мен бір жаққа кетіп бара жатырмын. Құдай қаласа, көп ұзамай келуге тырысатын боламын. Мына балаларымды нянька жалдап, үйге қалдырып бара жатқан жайым бар. Енді балам үлкен, сонда да ол балаға да кішкене бір арасында көз қырын салып қояды деген ойдамын. Сондықтан сендер де тіл алып жүріңдер ол кісінің, иә? Мақұл ма? Ашуына тимей тілін алып сөйтіп жүріңдер. Ендеше кеттік. Ал достар, мінекей мен киініп алдым. Енді шығып бара жатырмын. Ертең жұмыстарымды бітіріп алайын. Нянькама тапсырдым балаларды. Осы кісі бас көз болып қарайды. Жақсы. Шығарып болды. Ал кәні балаларды көрейінші. Саламатсыз, сіз бе няня? Иә, сен үлкенсің ба осы жерде? Иә, үлкен. Не мынау үй? Балалар ойнап отыр ма енді? Мына үйді бастан шығардыңдар ғой, не мынау шашылып жатыр? Енді кішкентай ғой, не көрсін? Кішкентай емесе, үйдің үлкен екенсің, ақыры неге жинамайды екенсің? Неғып біз жинауымыз керек? Жинайсың да, сендер мамалар маған аз ақша төлейді. Жоқ, сіз жинауымыз керек бұл. Неге? Сіз не қазір? Жинаңдар. Давайте, мен қазір анаяққа келемін. Сол кезде жиналып тұрсын. Қандай няня емес, мама айтқан сияқты жақсы деп. Иә? Не істейміз енді? Ладно, жинаймыз өзіміз. Мама да сұқыл ғой. Жақсы деген сияқты қандай няня емес, соны бізге. Түсініксіз. Ұстығыз, мәні бұл Жинап түскен ойыншықтардың бәрін. Кәне, жинадыңдар ма? Иә, жинап біттік міне. Так. Мынау не? Ой, ебай, адам шошырлық қой, мынау деген не мынау? Сүртпейсіңдер ма? Сүртеміз ғой енді. Сүртіңдер давайте. Мама қашан келген, няня біздің қанымыз ішті. Болыңдар тез, сүртіңдер. Сабақ оқым керек қой мен. Сен сабақ маған керек емес. Қанымды іштің деген не сөз ол? Сендер менің қанымды ішіп отырсыңдар. Жоқ, сіз кешіріңіз, бірақ мен сабақ істеуім керек қой, мен қалай істеймін? Сосын оқисың, сосын. Мен істемеймін бұл түрлікте, мен сабақ оқым керек. Жоқ, оқисың сосын. Ойбай, мына баладан пайда болыпты ғой. Аты кім бұл баланың? Димаш. Бұл да солай екене. Жинап үйренбейсіңдер ме осы жерлерді? Сүртінап болды тез-тез. Мен қазір ұйықтай тұрамын. Сүртамаймын мен. Ұйықтан тұрған соң тап-таза болып тұрсын. Айтпақшы, мына бала жылайтын болса өздерін қарайсыңдар, түшіп қойса өздерін сүртіп тазалайсыңдар. Неге? Сіз не емессіз бе? Сендердің әрбір тірліктеріңді мамаларыңа айтамын. Сонда сіздің барлық тірліктерді біз істеуіміз керек пе? Иә, болды, мен білмеймін. Наяқты сүртіп. Мына няня немене емес, бізге барлық тірлік тапсырып кетті ғой. Доса няньға кетіп қалды екен, көрмеген. Ахмет көрмей няньға қақта жүреді. Көрдің ба сен? Жүрші кет, іздеп келші. Охо, мынаяқта ұйықтап жатыр екен ғой. Так, достар, біз бір нәрсе ойлап таптық. Няньға қанымыз ішті, бізге анау тірліктен мынау тірлік сет қойды. Қазір біз оған бір нәрсе жасаймыз алып кеттік. Достар, біз көш жасырып қайдық, бұл көрмейді. Бетіне жабысып қалады сосын. Міне болады достар, бетіне жабысып жабысып қалады достар. Ахмет қазір біз нянейді айқылик ана кісі шығады қазір. Няня! Мына жаққа бір нәрсе болып қалды, келіңізші, няня! Няня, келіңізші, бір нәрсе болып қалды, келіңізші тезірек. Няня! Осы ұйқымды мазаладыңдар ғой. Тұрмысшы ұйқыда тезірек бір нәрсе болып қалды, келіңізші. Бұларға да бір бәле болып қалады екен осы. Ай! Ай! Сендер не? Осы ғой не балаларды осылай жақсы көрмеймін вообще. Не мынау? Бұны біз емес істеген. Сен өбілкен болып қалайша осындай тірлік істейсің, ә? Мынау қайда қашып кетіпті ғой екіншісі? Қайдасың сен? Бері кел. Біз жапсырған жоқпыз оны. Мен қазір мамаларын келсін бәрін айтамын, мен барлығын айтамын. Түсіндіңдер ма? Жоқ. Келдім ау мен. Ал достар, келіп қалдым. Неғып бұлар тыныштық? Көрінбейді ғой ешқайсысы. Балдарым? Нянька!
саламатсыздар? Саламатсыз ба? Балдар қақты? Ұйықтап қалған, сол тамағын беріп, өзім сол ұйықтап қалды ма? Иә. Бұл жақсы қарадыңыз ба? Иә, бұл. Ой, рахмет сізге көп. Балдар бұзық болған жоқ па? Жоқ, бұзық болған жоқ, мен онда кете берейін, Қандай жақсы болды. Жақсы, барыңыз онда. Рахмет сізге көп. Ақшаңызды салып қойдым Каспиіңізге. Жақсы, мақұл. Жақсы, сау болыңыз. Ал, бұлар ұйықтап қапты дейді. Көрейікші. Қайтып ұйықтап отқан. Ұйықтап қапты ма балдарым менің? Қасым? Қасым. Ұйықтап қапсыңдар ғой? Молодцы. Келдім ғой, не болды? Жақсы болды келгеніңіз. Ана няня бізді қинап жүрді. Иә. Тірліктер істетіп. Не тірлік істетті? Бізге жерді сөткізді, ойыншықтарды жинатқызды. Ұшты бізге. Ойбай, мен жақсы қарадым деп кетті ғой бағана. Ақшасын да салып қойдым. Бізді тастамашы ол няняға өтініш. Үгітті. Енді қайдан білейін, енді ақшасы аз болғанға жақсы қараймын деп айтты ғой өзі. Сосын тастап кеттім. Бәсе, өзімде қашып, тезсіз бұл кісі болды, бәрін қарадым деп кетіп барадыр. Мақұл енді, бұдан кейін тастамайым. Сендерге сөйтіп тамақ берді ме ең болмаса? Тамақ та бермеді. Өзі ішті ма тамақ? Тамақ бердім, бәрін бердім деп отқан сияқты еді ғой. Бізге ұрсы бізді жатқызып қойды. Өте қатты. Ой, мына кімге кішкентайға бердің ме бір нәрсе? Бұл кішкентайды ұйықтатқызып қойды. Саған достар, мен прям шок болып отырмын ше. Енді бұлай тастауға болмайды екен негізі ше. Ұнатпады енді бұл жолғы нянькам өте сондай қатал деп отыр. Өзің ғана не қылды дейді ғой жаңағы, ұйықтады дейді. Балдарға тамақ та бермепті, представляете? Мақұл енді бұдан кейін біліп жүретін боламыз енді. Ондай нянька бізге керек жоқ. Ендеше достар, сіздерде мұндай нянька кездессе, мамаларыңызға бәрін жасырмай айтыңыздар. Жақсы, достар, сау болыңыздар.